Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қозғалыс және күш деген не? Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Біз бақытты баламыз, оқып білім аламыз. Әріптерді үйреніп, білімді бала боламыз. Қозғалыс дегеніміз балалар, бұл дененің бір жерден екінші жерге орын ауыстыруы. Мысалға, адамдар қозғалады, жануарлар мен құстар жүгіреді, секіреді, немесе ұшады. Су ағады, жел соғады, көлік жүреді, қозғалады, немесе ұшады. Сонымен қозғалысты біз балалар барлық жерден көре аламыз. Енді балалар, қозғалысқа бізге қозғалту үшін күш керек. Заттар күштің әсерінен қозғалады. Мысалға, ойыншыға машинені итерсең, ол алға қарай жүреді. Сол секілді қоларбаны біз өзіміздің қолымыздың күшімен итеріп жүргізеді екенбіз. Енді бұл кітапқа қарап тапсырманы орындаймыз. Қозғалысқа ұшырайтын денелерді боя. Олардың қозғалуы үшін не керек? Себебін айтып көр дейді. Мына жерге мысалға жапырақты алатын болсақ, жапырақ бізге желдің күші арқылы қозғалады екен. Осылай тапсырманы орындаймыз. Енді кітаптың екінші бетіне қараймыз. Қозғалмалы және қозғалыссыз денелерді салыстыр. Осы заттардың қайсысына күш керек дейді. Қараймыз. Мына жерде бізге үй, ұшақ, велосипед, компьютер және ойыншық паровоз бен ойыншық текше берілген. Осылардың қайсысы қозғалады, қайсысы қозғалмайды, және қозғалу үшін қайсысына күш керек. Үшінші тапсырмада қозғалуға көмектесетін дене мүшелерін қоршап сыз. Бұлар қозғалу үшін не керек? Ойланып жауап бер дейді. Балалар жерде жүгіріп бара жатыр. Баланың жүгіру үшін бізге ненің күші керек? Аяқтың күші керек. Және шауып бара жатқан атқа оғанда аяқтың күші керек. Балық суда жүзу үшін оған жүзбе қанаттарының күші керек болса, құсқа жоғары көтерілу үшін өзінің қанаттарының күші керек екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.